Қазақ деген этноним туралы Евразияның шынайы тарихы не дейді екен? Ата шежіре бойынша және бізге жеткен басқа шежірелерде Алаштан жайыл оның қазақ деген жалғыз ұлы болғаны айтылады. Біздің елді осы ұлы атамыздың атымен аталуы бұл ұлы бабамыздың жай адам болмағанын білдіреді. Қасиет қонған қазақ атамнан тараған ұрпағы бүгіндері жүздеген миллионға жетіп артылады. Қазіргі Қазақстан еліндегі ұрпақтар ғана осы атамыздың атымен аталып жүр. Ал басқа жаққа қоныс аударғандар қазақ атамыздың кейінгі ұрпақтарының атымен аталатыны бізге белгілі. Біздің тарихты терең тексеруіміздің нәтижесінде сол басқа жаққа қоныс аударғандар осы ұлы атамыздың кейінгі ұрпақтарының атымен аталып кеткенін алда түсіндіріп береміз. Осы ұлы бабамыздың қазақ деген атын шежіреден хабар аздау ғалымдар мен жазушылар әртүрлі болжамдармен талқылап, қассақ, аққаз, тағы басқа әртүрлі мағынасыз, ақылға сыймайтын, көңілге қанағат әкелмейтін атаулармен атап шатастырып жүргені. Біздің қазақ елінің кәсіби тарихшы ғалымдары қазақ елін Жошы ханның ұрпақтары Әл Жәнібек пен Керей хандарын құрған қазақ хандығымен байланыстырып, қазақ ел сол кезде құралып қалыптасқан халық деп бүкіл қазақ елін адастырып келеді. Ол жалған жорамалды біз құлданғысы келген отаршылардың тарихымызды әдейі таяз қылып көрсетіп, тамырымыздың тереңнен бастау алатынын әдейі жасырып, алдап жүргеніне сеніп келеді. Олардың ойдан шығарған тарихында көшіп жүрген көшпенді тайпалар аннан-мұннан құралас алып, қазақ деген ел пайда болған деп, біздің санамызды улап, алдап келген ащы да болса шындығында олардан бұрын қазақ деген ел, қазақ деген атау жоқ еді. Ерте заманда өмір сүрген оның ұрпақтары, яғни біздің аталарымыз өздерін қазақпыз, яғни қазақ деген адамның ұрпағымыз, қазақпыз дегенінен қазақ елінің атауы пайда болған. Содан көрші елдер біздің елді қазақ ел деп білген. Қазбекбек өзінің кітабында менің анық білерім атамыз Майқа айтқанынан дәл жеткен болса, ол былай депті. Біздің халқымыз осыдан тура 1000 жыл бұрын да қазақ атанған. Ал атамыз Майқа осы жазба егесінен 1700 жыл бұрын ғұмыр кешкен депті.